Қайырлы кеш біздің подписчиктарымыз. Біз сіздерге мына анимация иконка қандай болсын, бір 3 бұрыш болсын 4 бұрыш суретке анимация қолданамыз. Ол үшін біз мына анимацияға біріншіден элемент управления эффектін кіреміз. Бізде ол көрсетілген. Біріншіден бұған масштаб береміз. Масштаб бұл көлемі. Бірінші начальный 25. Так. Екіншісі 40. Бұл бізде линейный увеличение отыр бізде. Енді біз бұны өзгертіп көрейік. Бұны ерекшелейміз. Кривая безе. Бұл біріншіне қарағанда кішкене плавный жұмсақ түрде үлкейеді. Байқадыңыздар ма? Сіздерге бір күшті бір инструментар көрсетейін, қараңыздар. Мынау бізде жүру жолы, мынау бізде анимациясы. Егер біз мына лоббиге тартсақ, өзгереді. Ошқыл более плавный, кішкене. Көрдіңіздер ма? Басталады. Егер біз мына жағын алып бақсақ, мына жағын бұл бізде бара береді. Соңғы жағында жұмсақ өтеді. Басылағында жылдан басылса, жылдан жұмсақ өтеді. Сіздерге осы қысқадан сабағымды қолданыңыздар, үйреніңіздер және пайдалы деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.